Сәлем достар, сіздермен 5 минуттың ішінде керемет дәмді болып шығатын сірненің рецептісімен бөліскім келеді. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге керегі тәтті бұрыш 4 штугын қолдандым. Менде жасыл түсі біркелкі болу үшін. Мен секілді ұзынша етіп турайсыздар. Қызыл бұрышты да қолдансаңыздар болады. Содан кейін барып 2 бас пиязды аласыздар да, тура мен секілді ортасына теңдей бөліп, сосын 3-ке ғана бөлсеңіздер жеткілікті. Ірілеу болуы қажет. Барлығы бірдей размерде болу үшін. Енді кезекте сәбізімізді аламыз. Менде 1 штук сәбіз. Осылай домалақ ретінде ірілеу етіп тураймыз. Сосын чеснокты да осылай ірілеу етіп турайсыздар. Өте қатты сақтаудың қажеті жоқ. Келесі кезекте менде укроп. Укропты да ірілеу етіп тураймыз. Өте сақтаудың қажеті жоқ. Енді бір капустамызды аламыз да, оның ортасын кесіп тастаймыз, керек емес жерін. Сосын сыртын қабығын бір-бірден алып отырамыз. Міндетті түрде қабығын ғана алыңыздар, турамаңыздар. Енді біздің керекті табағымызға аламыз да, алдымен капустаны жаямыз. Бағанағы турамаймыз деген себебіміз осы. Біркелкі үлкен күйінде жайып шығамыз. Жайып шыққаннан кейін үстінде менде ет ретінде тауықты қолдандым. Тауықтың бір сан етін аламын да, ірілеу етіп оларды турап қойдым. Енді капустаның үстіне ірілеу етіп тураған картошкамызды жайып шығамыз. Сосын үстіне етті қоямыз. Жан-жағына шашыратып қойғандарыңыз дұрыс болады. Еттен кейін сәбізді шашыраңқы етіп қоямыз. Сосын барып тәтті бұрышымызды саламыз. Тәтті бұрыштан кейін помидорымызды саламыз. Осылай бөліп. Сосын үстіне укропымызды және де чесногымызды саламыз. Міне осылай барлық керемет болып шықты. Біраз қасық тұз, біраз қасық бұрыш. Өздеріңіздің дәміне қарай қара бұрышты да, паприканы да салсаңыздар керемет дәмді болып шығады. Және де кішкене ғана су қоссаңыздар болғаны. Өте көп судың қажеті жоқ. Сірне тым сулы болып кетеді. Сосын бетіне қалған капустаны жауып қоямыз. Енді газымызға баяу отта 25-30 минутқа пісіреміз. Міне бізде осымен сочный, керемет болып шығатын сірне дайын болды. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жұлдыз.